Бүкіл әлем сияқты Лондонда алдағы Олимпиада ойындарын тағатсыздана күтуде. Қазірден бастап Ұлыбритания астанасына спорттық ойындарға қатысушылар лек-легімен келіп жатыр. Олардың ішінде қазақстандық атлеттер де бар. Команда ішінде олардың саны 116 адам. Спорттың 25 түрінен сайысқа түседі. Сондай қалада Қазақстаннан келген жанкүйерлерді көруге болады. Ол отандастарымыз Қазақ ауыл деген жерде бас қосатын болады. Қазақ ауылы ресми түрде бірнеше күннен кейін ашылады. Ол күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Орталық Лондонның шығысындағы Стратфорд деген ауданда орналасқан. Олимпиада ауылына да тиіп тұр. Онда біздің қазақстандық атлеттер тұрып, ойындарға дайындалады. Қазақ ауылының басшысы Михаил Грабнердің айтуынша, орталық спортшыларды қабылдауға дайын. Баспасөз конференциялар, жарысқа қатысушылармен кездесетін алаңдар мен жанкүйерлер бос уақытын өткізетін жерлер сақадай сай. Мен Rocket Media халықаралық медиа компаниясын басқарамын. Қазақстанмен бірнеше жылдан бері бірге жұмыс істеп келеміз. Өткен жылы ұйымдастырылған қысқы Азия ойындарын Астанадағы 5-ші экономикалық форумды ұйымдастыруға көмектескен болатынбыз. Бұл жолда Олимпиададағы барлық жаңалықтарды жариялап, қазақстандық спортшылардың жеткен жетістіктерін жеткізуге дайынбыз. Мен олардың алтын медальдар алатынына, оны бүкіл әлем еститініне сенімдімін. Қазақ орталығының жұмысына студенттер, әсіресе болашақтықтар белсенді араласуда. Олардың бастамасымен Лондонда ұлттық құрамалармен жалпы ойынды қолдайтын арнайы комитет құрылды. Еріктілер жанкүйерлерді күтіп алып орналасуына көмектесіп, қажетті ақпараттармен бөліседі. Біздің дайындалып жүргенімізге 1 ай болды. Жарыс туралы ақпарат таратып, ойындардың кестесімен таныстырып жүрміз. Олимпиада кезінде түрлі концерттер мен флеш-мобтар ұйымдастырамыз. Біздің құрамаға барынша қолдау көрсетеміз деген ойымыз бар. Қазақ ауылы қазақстандық спортшыларды қолдаған барлық жанкүйерлер мен қала қонақтарының нағыз фан зонасына айналмақ. Мұнда тек жарысқа қатысушылар ғана емес, сондай-ақ отандық спорт ардагерлері, артистер мен мемлекеттік және коммерциялық ұйымдармен кездесулер өткізу жоспарда бар. Эльвира Тағайқызы, Белла Құдайбергенова, Нұрлан Қиясов, Хабар агенттігі, Лондоннан. Өзге спорт жаңалықтарымен Қанат Базылхан.